шүкіршілік ететін құлдарынан етіп қойсын. Альхамдулилля. Менде бәрі жақсы. Бүгін саған тоже индивидуальный сөз енді. Жеке деген ғой енді. Жеке көңіл бөлу. Сен үшін осы жерге жиналдық. Альхамдулилля. Енді давай бүгін біздер өзімізге сондай бір күшті бір атмосфера создавать ету үшін, енді менде сондай шала қазақсы келсе екен, кейде орысша кетіп қалады, кейде қазақша, көбінесе қазақша сөйлеймін ғой, бірақ орысша араласып кетеді. Түсінесің ба? Сондай болады. Білмеймін, бізде Қазақстанның қай өңірі таза қазақша сөйлейді? Оңтүстік шығар, иә. Енді мен батыстікімін ғой. Негізі мен өзім оңтүстікте туылдым ғой, батыста тұрам. Сен қай жақтыкісің? Машалла. Молодец. Так, сол атмосфера создавать ету үшін біздер күшті қылдырып, қазір осы отырған жерімізді әдемі бір иіске не істейді жаңағыдай, қалай болады андай, әдемі иіс шығарайықшы. Жалпы иіс адамның көңіл күйіне әсер етеді. Иіс мұрын арқылы кіріп, адамның миына әсер етеді. Сол арқылы адам күшті бір эмоциялар алады. Иіс адамды тыныштандыру мүмкін, болмаса мазасын алып жіберу мүмкін. Это научные факты. Енді давай біздер қазір сол иісті шығару үшін біздерге мынадай қалай болады? Свеча. Свечканың қазақшасы қалай екен? Шам ба? Шамды жағып көрейік иншалла. Андай біреулер айтып жатады ғой, жаңа иіске андай иіс, мындай иіс деп ше. Мен білмеймін, бірінші рет көрейін деп тұрмын. Давай қарайық. Бұл жерде ненің иісі бар екен иншалла. Мынау бұл типа андай морской сияқты. Түсінен көрініп тұр ғой енді, көк болғасын. Бұл как типа что-то морское. Көрейік енді. Мы море не видели, но почувствуем запах дегендей. Бисмилля. Так, ол үшін біздерге шырпа. Вообще ничего қалған ішінде. 3, 6, 8 штук. Так, бисмилля. Свечкамыз, бисмилля. Жан. Завод деген жақсы ғой. Бірақ мен андай мусор өртеп атамыз ғой. Сондай кезде қорқам оттан. Қотай. Күшті сытырлаған дыбысы шықты жаман. Так, в общем, бұның иісі что-то
біздер сенмен қызық нәрсе жасау, ол сенің мен өлшемдеріңді алам. Хорошо. Жалпы бүгін біздер сенің өлшеміңді аламыз. Хорошо, мынандай ленточкамен. Қазір алып тастаймыз резиночкасын. Мынандай ленточка. Жалпы мен өзім негізі тігінші емеспін, бірақ өлшем алуды білем. Мен сені өлшемдеріңді аламын да, өзімнің тігінші құрбым бар, соған жіберем. Сосын ол өзі саған анандай әдемі бір ұзын жазға арнап ұзын көйлек тігіп береді. Хорошо. И сен соны иншалла киіп бастайсың. Егер сен ұзын көйлек киіп жүрмеген болсаң, енді время настало. Бисмилля деп киеміз. Жалпы әйел адамның көркі шаш дейді. Әйел адамның көркі ол еще көйлек қой, ұзын етегі бар көйлек. Негізінде бір энергетика, энергия деген нәрселерді сен білесің ғой. Егер әйел адам көп шалбар киетін болса, ода ер адамның энергиясы арта береді. Неге? Себебі шалбар ол мықты, тым жаңағыдай қаттылықты, тым қатты еркіндікті, сондайдан андай бір үлкен жауапкершілікті, көп қозғалыс, сондай нәрсені білдіреді. Ал біздер әйел адамдар негізінде еркінбіз ғой, еркінбіз. Бірақ ер адамның еркіндігі мен әйел адамның еркіндігінде үлкен айырмашылық бар, біле білсем. Әйел адам негізі нәзік болуымен, сол бір жай болуымен әдемі болады. Бізде мына көйлек киген кезде біздер уже көп артық движение жасамаймыз да. Енді бір жерің ашылып қалады деп, сол себептен жай баппен жүреміз. Мына көйлек киген кезде біздер көп жасай алмайтын дүниелер болады ғой. Соның барлығын ер адамдар жасайды. Шалбар киетін ер адамдар емес па? Солар жасайды. Ал біздер қасында жаңағыдай желмен бірге бүйтіп етегіміз желпілдеп, просто еріп жүреміз, иншалла. Негізінде әйел адам сонысымен әдемі ғой. Так, бисмилля. Так, қазір. Бисмилля. Енді қазір мына жақтан бастаймыз. Бірінші сенің мына мойның мен төсіңе дейінгі ұзындықты өлшеп аламыз. Хорошо. Так, бисмилля. Хорошо, сен жата бер. Мен жатып та өлшей алам. Сен жата бер. Менің ондай өнерім бар. Алхамдулилля. Так, жазып қояйын. Так. Ендігіде сенің круговой төсіңді арқаңмен бірге өлшеп алайын. Так, бисмилля. Так, сен маған сен, мен өзімді өлшеп көйлек тіктіріп алғаным бар. Так, что қиын емес ол. Так, мен сені қазір арқаңнан өткізіп алайын қолдарымды.
негізі в идеале 90 болу керек па? Жоқ ойбай, 60 болу керек қой. 90-60-90 ғой. Енді біз оған енді онша жете бермейміз. Но все равно, шүкір, альхамдулилля. Зато білесің ба, мен не нәрсеге сенем. То, что біздер ертең бұйырса жәннатта сондай боламыз. 90-60-90 деген идеальный біз аңсаған фигура бізге жәннатта беріледі. Әмин, әмин, жәннатта Алла нәсіп етсін біздерге. Так что қазіргі біздің Талияға шүкір енді. Қандай болса да, бұл дүнияда, я дұрыс айтасың, идеальный еш нәрсе жоқ. Так, бисмилля, Талия тоже норм. Я сенің бойыңа сәйкес келеді. Ендігіде біздер мына қолыңның ұзындығын алайық. Қолыңның ұзындығын өлшеп алайық. Ұзын жеңді болады ғой, я. Так, бисмилля. Так, бисмилля, бірінші оң жақтан бастай, хорошо. Сенің оң жағың мына жақ қой. Так, бисмилля. Саусақтарың әдемі келмес жауы. Так, хорошо. Хорошо. Так, оң жақ қолының ұзындығы. Қолдардың ұзындығы. На всякий случай екінші жағыңды да өлшей салайық. Енді қолдарың бірдей шығар. Дегенмен, кто знает десеңе. Так, бисмилля. Дұрыс. Бисмилля, енді жамбасыңды өлшейміз, хорошо. Я көйлектің жаңағыдай қатты тырысып тұрмағаны жақсы ғой. Сол себептен, так, бисмилля. Так. Я сен жата бер айттым ғой, мен өлшей аламын деп. Тек самое главное, саған приятно болса болды. Так. Хорошо. Так, дұрыс. Так, жамбас. Тоже қалыпты, тоже стандартный омыршыл. Так, енді сенің мына мойын болады ғой. Содан мына иыққа дейін осы жерде өлшеп жіберейін, хорошо. Білмеймін не нәрсеге, но осы жерде тоже важно негізі. Енді өздерінің ойлағандар бар шығар, тігіншілер біледі ғой. Көп қой негізі ана жермен жер өлшеп бересің. Я мен баста ең алғашқы өлшегенде маған қиын болды ғой. Бірақ сосын өзім өлшеп бердім. Өзі алыста тұрады ғой, тігінші қызым, құрбым. Сол себептен өзі енді келіп ала алмайды ғой өлшемді. Мен оған бара алмаймын. Сол себептен онлайн. Қазір бәрі онлайн болды ғой. Давай оң жағыңа, бисмилля, бастайық. Так. Хорошо, енді мына жағыңды өлшеп алайық. Сол жағыңды.
Вроде бы все. Вроде бы болды. Керек өлшемдерді алдық. Сабырлылық танытқаныңа рахмет. Иншалла, как только көйлек дайын болады, саған хабар береміз, хорошо? Сен жалпы өзің көйлектің қандай болғанын қалайсың? Қандай фасонда болғанын қалайсың? Так, я шамалы бір өзің сипаттап айтып жіберсең, соған қарап, соның үлгісіне қарап, фантазиясын қосып, құрбым и тігіп береді, хорошо? Так, хорошо. Цвет түсі қандай болсын? Бірнеше түс айтсаң, соны біреусін таңдайтындай. Хорошо. Жақсы. Жақсы. Так. Шеңдері қандай болғанын қалайсың? Жақсы. Маған да ұнайды, иә. Аха. Жағасы қандай болғаны? Мынадай домалақ, үшбұрышты болмасандай. Не деп айтады, стойкий ма екен? Әлде андай, не деп айтады, андай бүйтіп волна болып тұрады ғой, әлде бант қылып байлаймыз ба? Хорошо. Жақсы. 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 Машалла, фантазиям күшті ғой. Хорошо. Так. Күлкілді болғанын қалайсың ба? Жалпы. Однотонный. Хорошо. Хорошо. Андай түйме, бау, замок дегендер керек па? Хорошо. Я, осы айтқандарын барлығын елейміз ғой. Жақсы, жақсы. Жақсы. Машалла. Все, машалла. Сенің сөзің заң. Сенің сөздеріңді басшылыққа ала отырып, көйлекті тігеміз, дайын болғанда хабарын береміз. Сол көйлекпен визуализация. Жалпы визуализация ол жақсылықты ойлау ғой. Дұға ғой, сол бір нәрсені армандайсың да, ойлайсың, елестетесің да, Аллахтан дұға қыласың. Сосын ол орындалады. Сол бір көйлекпен Меккеде жүргеніңді, қажылыққа барғаныңды, болмаса теңізде жүргеніңді, күйеуіңмен бірге серуендеп жүргеніңді. Ой, визуализацияның аттың басын жібергенде жіберіп қойсан, неше түрлі кетеді ғой. Машалла. Дұрыс. Жалпы біздер мұсылман адам жақсылықты ойлауымыз және оны сөйлеуіміз өте маңызды. Сөздің де құдіреті бар дейді ғой қазақтар. Оның барлығы біздің өмірімізге тікелей байланысты. Әсер етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар ғой. Сөйлесеңдер, жақсы сөз сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер дейді. Әмин. Жақсы сөйлейтін құлдардан болайық, әмин. Машалла. Вообще күшті кеш болды. Вот прям бір судың жағасында отырғандай иесі, Машалла. Прям сенің көйлегіңді қалай болады екен деген. Менің сондай бір ожиданием болып тұр, иншалла.